Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министрі Асқар Ұзақбаев Маминге жолданады. Ел есінде есімі өшпей сый қалған ұлы тұлғалардың бірі Қажымұқан Мұңайтпасұлы. Ынтымақ пен бірліктің ордасы атанған Ордабасы ауданының орталығы Темірланның топырағында мәңгілікке тыныстап жатқан әлемге әйгілі палуан Қажымұқан қазақ халқының тарлан тарихындағы айрықша тұлға болып саналады. Елбасымыз тарихи сананы жаңғырту үшін ең алдымен ұлт қаһармандарының ерен еңбегін, тұлғалардың артында қалдырған ізгілікті істерін, әсіресе жас ұрпаққа кеңінен насихаттауды тапсырды. 2021 жылы даңқты палуан ұлтымыздың мақтанышы Қажымұқан Мұңайтпасұлы туғанына 150 жыл толады. Осы айтулы күнге орай Түркістан облысы Ордабасы ауданы Қажымұқан атындағы ауылда палуанға арналған мемориалдық кешен салу мақсатында жер телімі бөлініп, құрылыс жұмыстарын жүргізу үшін эскизді жобалық сметалық құжаттары дайындалды. Осыған орай 150 жылдық мерейтойды жоғарғы деңгейде өткізу үшін жоспарланған мемориалдық кешенді салуға қаржы бөлуді қолдауыңызды сұраймыз. Бұған қоса, кейінге қалдыруға болмайтын бірнеше маңызды мәселелерді шешуіміз қажет деп санаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында ұлт қаһармандары туралы фильмдер түсіруге тапсырма бергені белгілі. Ел президентінің биылғы жылды жастар жылы деп жариялануына байланысты жас ұрпақты спортқа, салауатты өмір салтын насихаттауға қызықтырып, оларға рухани патриоттық тәрбие беру мақсатында Қажымұқан атамыздың өмірінен көркем деректі фильмдер түсірілсе, нұр үстіне нұр болар еді. Нұр Сұлтан менен Түркістан қалаларында ұлт қаһарманына арналып ескерткіш орнатсақ, жас ұрпақтың тарихи санасына қалыптасып, отаншылдық сезімін күшейтуге ықпал етеді. Үшінші, Қажымұқан ата жүрген жолдар деген атауменен халықаралық экспедиция ұйымдастыру қажет. Бұл экспедицияны сыртқы істер, мәдениет және спорт министрлігімен бірлесіп өткізіп, палуанның барлық жүрген жерлерінен тың дерек, мағлұматтар жинап, оны ұлттық мұрағатқа Қазақстан Республикасының ұлттық музейіне тапсырған жөн. Экспедицияға әлемдегі отандық және шетелдік тарихшыларды, бұқаралық ақпарат өкілдерін көбірек тартып, Қажымұқан атамызды халықаралық деңгейде насихаттауға ұмтылғанымыз абзал. Қажымұқан атамыздың өміріне байланысты тарихи киелі орындарды заман талабына сай абаттандыру үшін мына жерлерге Түркістан облысы Отырар ауданы Шілік ауылындағы Қажымұқанның атасы Шәдік ұлы Ернақ батыр менен анасы Кәбір қызы Кәбира Лек немересі жерленген Ернақ ата мазары, елордамыздың іргесіндегі Қажымұқан атаның әкесі Мұңайтпас Ернақұлы бабамызбенен Қажымұқанның жас шағында қамқоршы болған әжесі Айсара Бейсеқызы жерленген көне бейіт бар. Былтыр ұрпақтары елорда жанындағы Қажымұқан ауылында мазарға Мұңайтпас баба ескерткіші белгі қойды. Игілікті іске мұрындық болған Омбы қаласында тұратын күш атасының шөбересі 90 жастағы Фарида Қалилықызы. Айтулы күнге орай осы ескерткіш белгілерді кеңейтіп, палуан ата тұрған, ата-аналары жатқан жерлеріне тиісті көңіл бөлініп, күмбез тұрғызса құба-құп болар еді. Палуанға арналған мемориалдық кешен тұрғызуға, палуан атаға қатысты бар тарихи орындарды абаттандыруға үкімет тарапынан жан-жақты қолдау көрсетілсе, ізгіліктісінің жас ұрпақты тәрбиелеуге ұшан теңіз пайдасы тиетіні сөзсіз. Қазақстан Республикасы парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы Конституциялық заңының 27 бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижесі туралы заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз. Құрметпен депутаттар Бектаев, Куртаев. Рахмет.